Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Халықтың батыры Жанболат Мамайдың ісін генеральный прокурор асықтыртып, жоғарғы жаза беруді талап етті. Келесі аптада Мамайдың өмірі шешіледі. Оны Құдай сақтасын, дарға да асуы мүмкін. Достар, Алла тағаладан әділдік сұрайық. Әр қазағым жалғызым. Біз Тоқаев пен прокурордың отставкаға талап етіп петиция құрдық. Сілтемесі комментарийде тұр. Осы видеоға барынша көп лайк қойып, арнамызға жазылыңыз, көбірек адам көрсін, батырымыздың өмірі сақталсын. Тіркелмеген Демпартия жетекшісі 3 бап бойынша айыпталып, қазір тергеу изоляторында отырған белсенді саясаткер Жанболат Мамайдың ісі сотқа жіберілді. Бұл жөнінде 28 қазанда белсендінің әйелі Инга Иманбай хабарлады. Адвокат Жанар Балғабаева да растады. Бүгін Жанболат Мамай мен адвокаттарына айыптау актісі беріліп, оның ісі Бостандық аудандық сотына қылмыстық кодекстің 3 бабы бойынша жіберілді. Қаңтар бойынша 400 бап, заңсыз митинг ұйымдастыру, 378 бап, полицияға тіл тигізу, 274 бап, несиелік амнистия бойынша жалған ақпарат тарату. Жанболат өзіне тағылған айыптың ешқайсысын мойындамайды, өзіне қатысты істің барлығын саяси жала деп бағалайды деп жазды Инга Иманбай Facebook парақшасында. Маусымда Иманбай күйеуіне қаңтар кезінде жаппай наразылық ұйымдастырды деген тағы бір айып тағылғанын да хабарлаған. Мамайдың айтуынша, билік оны 4 қаңтарда Алматы Арена кешені маңындағы митингіні ұйымдастырды деп кінәлағысы келеді. 1000-нан астам адам жиналған митингіні сол күні полиция күшпен таратқан еді. Мамай тағылған айыпты жоққа шығарып, тәртіпсіздікке қатысы жоғын айтқан. Айыптарды саяси қудалау деп атаған. Жеңілген билік. Адвокаттар Тоқаевты жеңді. Бүгін Астанада экс-министр Елжан Біртанов пен оның бұрынғы орынбасары Олжас Әбішевке қатысты сот үкімі шығарылды. Бұған дейін прокурор экс-министрді қылмыстық кодекстің 361 бабының 4 бөлігі 3 тармағында лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану, ауыр салдарға алып келген әрекет көзделген қылмысты жасаған үшін кінәлі деп танып, 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Достар, қазақты коронавируспен аямай қырған, кедей қылған Біртановты босату дұрыс болды ма? Комментарийге жазыңыз. Сондай-ақ Біртанов пен оның орынбасары Олжас Әбішевтен 1,148,136,575 теңгені тең үлеспен өндіруді. Ал Біртановтан санитарлық авиацияны пайдаланған үшін жұмсалған 5,503,721 теңгені өндіріп алуды ұсынды. Сонымен қатар прокурор Біртановты үйқамақтан қауіпсіздігі орташа түрмеге ауыстыруды өтінді. Оған қоса, мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге өмір бойына тыйым салу қажет деп санайды. Бүгін судья өз шешімін жариялады. Оған сәйкес, экс-министр 5 жылға, ал оның орынбасары 4 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді. Әбішев жыл сайын 100 сағаттық қоғамдық жұмыстарға да тартылады. Екеуінің үйқамақта отырған мерзімі де есептеледі. Ал денсаулық сақтау министрлігінің азаматтық арызы жартылай қанағаттандырылды. Біртанов пен Әбішев 1,350,123,000 теңге көлеміндегі материалдық шығынды өтеп беруге міндеттелді. Біртановты құрмет орденінен айыруға ұсыныс жасалады. Еске салайық, Біртанов пен Әбішев денсаулық сақтау министрлігінің жұмыс істемейтін ақпараттандыру платформасын қабылдап, іске қосу арқылы лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланды деп айыпталған еді. Қаржы мониторингі агенттігінің бағалауы бойынша орындалмаған жұмыстардың құны $41,000 немесе 15,000 теңгені құрайды. Біртановқа сондай-ақ 2020 жылдың маусым айында санитарлық авиацияның ұшағын жеке мақсатта пайдаланған кезде өкілеттігін асыра пайдаланды деген айып тағылды. Туысы сатқан Тоқаев. Қазақстан Конституциясына президент туыстарының белгілі бір мекемелерде басшылық қызмет атқаруына тыйым салатын тармақ қосылды. Ақорда мен оның саясатын жақтаушылар бұл сөйлем Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсындағыдай президент төңірегінің шектен тыс баюына жол бермейді дейді. Шынымен солай ма? Шалқып өмір сүретін шағын ғана топ. Кемінде 238 адамның өмірін жалмаған қаңтар көтерілісінен кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы олигархия туралы жиі айта бастады. 2022 жылғы 16 наурызда жасаған жолдауында Тоқаев өзі суперпрезиденттік деп атаған басқару жүйесін сынап, елде шалқып өмір сүретін шағын ғана топтың пайда болғанын мойындады. Сол арқылы ол өзін президенттікке әкелген экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын түйреп өтіп, одан іргесін аулақ салғандай болды. Мемлекеттегі ең жоғары лауазымды тұлғаның қолында барлық өкілеттіктің шоғырлануы оған жақын тұлғалар мен қаржылық олигархиялық топтардың ықпалын орынсыз күшейтеді.
Сосын олар мемлекетті жеке меншігі сияқты көре бастайды деген президент мемлекет басшысының туыстарына жоғары лауазымды қызмет атқаруға заң жүзінде тыйым салуды ұсынды. Тоқаевтың бұл ұсынысы Конституцияға енгізілетін өзгерістердің тізіміне кіріп, 5 маусымдағы референдумға шығарылды. Билік өкілдері және билікшіл блогшылар мен саясаттанушылар мұны саяси жүйені жаңартудағы ерекше қадамға баласа. Ол кезде мемлекеттік хатшы лауазымын атқарған Ерлан Қарин мұны суперпрезиденттік модельден президенттік республикаға бір жола көшуге жол ашатын мүмкіндік деп атады. Бұл өзгеріс 5 маусымда өткен референдумда мақұлданып бекітілді. Енді Конституцияның 43 бабында мынадай 4 тармақ бар. Қазақстан Республикасы президентінің жақын туыстары мемлекеттік саяси қызметшілердің, квази-мемлекеттік сектор субъектілері басшыларының қызметтерін атқаруға хақысы жоқ. Президенттің жақын туыстарына кімдер жатады? Биыл сәуірде Әділет министрі Қанат Мусин журналистерге берген сұхбатында бұл өзгеріс референдумда мақұлданса, ол қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың туыстарына да қолданылатынын айтқан. Ол кезде Тоқаевтың күйеу баласы Теміртай Ізбастин Қазақстанның Болгариядағы елшісі. Журналистердің Тоқаевтың күйеу баласы Ізбастин де қызметінен босатыла ма деген сұрағына Әділет министрі, мұндай тыйым енгізілгеннен кейін барлығы заңға сай жасалады. Ол қызмет орнын босатады деп жауап берді. Алайда Ізбастин мырза қызметінен алынған жоқ. Қыркүйекте журналистер сұрағына жауап берген Қанат Мусин, Ізбастинді танымаймын деді. 65 жастағы Теміртай Ізбастин, Тоқаевтың туған қарындасы Қарлығаның күйеуі. Ол дипломатиялық қызметті Тоқаев сыртқы істер министрі болып тағайындалған жылы 1994 бастаған. 25 жылы бойы Қазақстанның түрлі елдегі елшіліктерінде қызмет атқарған Ізбастин 2019 жылдың қарашасында туған қайынағасы, яғни президент Тоқаевтың жарлығы бойынша Қазақстанның Болгариядағы елшісі болып тағайындалды. Дегенмен президент туралы конституциялық заңға өзгеріс енгізілген соң Ізбастинді жұмыстан алуға негіз болмай қалуы да мүмкін. Мәжіліс мақұлдап, Сенатқа жолдаған заң жобасында президенттің жақын туыстарының тізімі жасалған. Олардың арасында қарындасының күйеуі жоқ. Жоба бойынша президенттің жақын туыстары: ата-анасы, балалары, асырап алушысы, асырап алған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері, сондай-ақ жұбайы, жұбайының жақын туыстары, балаларының жұбайы, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілерінің балалары. Азаттық 2022 жылғы сәуірде жарияланған зерттеуінде Теміртай мен Қарлыға Ізбастиндердің ұлы бекеттің квази-мемлекеттік секторға жататын ПСА компаниясын басқаратынын да жазған. Жаңа заң бойынша ол да Тоқаевтың жақын туысы емес, яғни бекет Ізбастинде бұл қызметін әрі қарай атқара беруі мүмкін. Дегенмен сарапшылар авторитар режимде президент туысы байлық пен билікке ие болу үшін қандай да бір номинал лауазымды атқаруы міндетті емес деп есептейді. Оның үстіне, ел экономикасының маңызды салаларына тек жақын туыстар емес, президентке жақын кез келген адам ықпал ете алады. Оған Тоқаевтың өзі айтқан Назарбаев тұсында пісіп жетілген олигополия дәлел. Назарбаев билікте болғанда байығандардың барлығы бірдей жоғары лауазымды саяси қызметтер атқарған жоқ. Көпшілігі тіпті жұрт көзіне де түспеді. Бұған қоса, Forbes-тың ең бай адамдар тізіміне енген азаматтар арасында Назарбаевтың алыс, жақын туыстары да, оның айналасындағы адамдар да бар. Олигархия мен жақын туыстың арасы. Қазақстанды 30 жылдай билеген экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында оның туыстары мен жақын серіктері елдегі ең ықпалды адамдарға айналды. Бауыры, қыздар мен күйеу балалары, немерелері қызмет көрсету, шикізат өндірісі, құрылыс, сауда, көлік, банк салаларында жарияда құпия түрде есепсіз байлыққа кенелді. Мемлекеттік қызметте жоғары лауазымға ие болып, ұлттық компанияларды басқарды. Қазақстан туралы зерттеу жасап, осындай қорытындыға келген сарапшылар елдегі жүйені клептократия деп бағалады. Осыны мысалға алған сарапшылар жақын туыстарға шек қоюдан мәселе шешілмейтінін айтады. Саясаттанушы Шалқар Нұрсейітовтің айтуынша, Тоқаевтың өзі барлық өкілетті қолына шоғырландырған басшы туралы айтты. Демек, президент мәселенің лауазымды қызметке тұра алмайтын нақты бір адамда емес екенін жақсы біледі. Бұл шектеу билікті узурпациялауға, президенттің жақын туыстарының оған жақындығын теріс мақсатта пайдалануына, заңсыз баюына кедергі бола алмайды.
Өйткені мемлекеттік қызметке, квази-мемлекеттік секторға араласпай-ақ ол азаматтар президентке жақындығын басқа жолмен пайдалана алады дейді сарапшы. Шалқар Нұрсейітов Тоқаевтың бұл шешімін пайдасыз өзгеріс және кезекті саяси трюк деп есептейді. Оның айтуынша, қазіргі президент Назарбаевтан артықшылығын саяси популистік қадамдар арқылы көрсетуге бейім. Мұның